Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен бірге ерекше сметаник дайындайтын боламыз. Мен қамырын алдын ала дайындап қойдым. Оның рецептісін төменге жазып кететін боламын. Ең алдымен осылай табамызға қамырымызды реттеп келтіріп аламыз. Одан кейін вилкамызбен тесіп шығамыз. Үстін әдемі формамызға. Салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге қажетті заттар 2 жұмыртқа, 3 ас қасық қант және де кез келген 20% қаймақ и варенка қажет болады. 3 ас қасық қантымызды салып, жұмыртқаның үстіне 20% қаймағымызды барлығын салатын боламыз. Одан кейін варенкамызды 2 ас қасық варенкамызды қосатын боламыз. Барлық заттарымызды салып болғаннан соң жағысылап араластырамыз. Сосын үстіне қамырымыздың үстіне банан құйып, жаңағы дайындап қойған салмамызды құямыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, бананның да, варенканың да ерекше дәмі келіп тұрады. Мына жерде мен пісіріп болғаннан соң 5 минуттан кейін кестім. Суытып кессеңіздер өте көлемін ұстап, жақсы сметаник болып шығады. Дәмі деген керемет. Достар, істеп көруге кеңес беремін. Рахмет.